Құрметті әріптестер, сіздер менің шеберсініме қош келдіңіздер. Асықты қалай жасалу жолдарын көрсететін боламын. Бұл мектепке дейінгі балаларға арналған ойын ретінде барлық жерде пайдалануға болады. Сізге асықты дайындау үшін керекті құралдар шеккі, содан кейін су, арналған арнайы гипс болады. Асықты қалыпқа құятын қалып болады. Осыдан дайындап қоямыз. Гипсті бұл әбден 2 сағат кету керек. 2 сағат кеткенше күте тұрамыз. Біздің асықтарымыз дайын болды. Өздеріңіз қолдарыңызбен ұстап көрсеңіздер болады. Әртүрлі өздеріңіз қалауыңыз бойынша мынадай уағыштармен сырттан сырласаңыздар болады. Біз енді осы дайын болған асықтарымызды тіл дамыту ойындарында қалай пайдаланатынымызды қазір көрсететін боламын. Балалардың тіл дамытуында театр үлкен рөл атқарады. Мен асықты бұл жерде қалай пайдаландым? Өз жабыстырылатын жабыстырғышты алып, өң жағына жабыстырдым. Бұған шек жағын пайдаланып, таяқшаны алып, үстіне жабыстырамыз. Бұлай жүргізуге, ойнатуға болады балаларға. Бұл өте ыңғайлы. Осы асықтарымызды алып, тағы мынадай ой өрнектерді сызып алып, орындарына орналастырып, әртүрлі боялған асықтарымызды үстіне әртүрлі қырдарына қойып салады. Қызылманы боқ қылып, келесі асықты шек қылып қойсақ, біз ойынымызды сәндедік. Жаңағы сен қандай қойдың? Мен өз ойымды ақ түсті асықпен шек қылып қойдым. Білемісін қалай қойдың? Мен сары түсті асықпен алшы жағынан. Жарайсыңдар, осындай ойын өрнектерінде әртүрлі ойындарды ойнайтын болады. Дөңгелекті аламыз, асықта түрлі түсті асықта шашамыз. Сосын төртбұрышты дөңгелекті алып, лақтырамыз қызыл түсті стаканымызды ағылып, күнге кім қанша асы жинап, жылдамдықпен ойын болады. Біздің келесі ойынымыз киіз үйде айтылады. Бұл киіз үйде түстері арқылы осы асықтарды қазір орналастыратын боламыз. Асықтарымызды түстеріне қарай орналастырдық. Жарайсыңдар. Біздің келесі ойын сандармен түстерге байланысты біз қазір осы асықтардың түсі арқылы қазір біз асықтармен өзінің орнына орналастырдық. Енді жасыл мен көк түсті аламында жасыл, көк түсті орналастырам. Солай ойынымызды ағарай таластыра береміз. Біздің келесі ойынымыз түрлі түсті асықтармен таяқшалар арқылы ондарына орналастыратын боламыз. Бұл жерде шық көп тұр. Мысалы жасылды аламызда шық көп қоямыз. Әр қырынан осылай қойып шығамыз. Таяқшамен ойындар бар. Бұл таяқшаларды аламыз. Бұл таяқшаларды алып, мынандай нүкте арқылы екеуін қаратып, бір-біріне құрастырамыз. Бір-біріне сәйкес келді ма, келмеді ма, соны қалауымыз керек. Қандай асықтар қырымен түсті? Түк, шек. Жарайсыңдар, осы ойынды осылай ойнаймыз. Осы ойын ұсақ қол моторикасын дамытуға арналған қолғап. Бұл көңілді қолғап деп аталады. Бұл көңілді қолғабымыздың жасалу жолы саусағымыздың қолғап ұшына жабыстырамыз. Бұны шек жағынан алып жабыстырамыз. Мектеп жасқа дейінгі балалардың сөйлеу тілін дамытуда асықты тиімді пайдаланып, өз іс тәжірибесінде қолдануға ұсынамын.